келесі мынадай бір есеп, жаңағы есептің несі просто астында 1 плюс синус тұр. Неге көбейтеміз? 1 минус синус x. Так, 1 бөлінген 1 плюс синус x болады. Көбейтіп бөліп тастаймыз тура осының минусына. Синус x 1 минус синус x енді dx-ке. Немене шығады қазір бізде астында? 1 минус синус x болады. Нерде косинус квадрат x болып кетеді. dx бар. Жеке-жеке бөлеміз ғой. 1 бөлінген мынау бөлінген мынау деп. Алсақ интеграл 1 бөлінген косинус квадрат x минус интеграл нерде dx бар. Так, неше еді? Синус x бөлінген косинус квадрат x dx. Мынау понятный шығар? Так, тең тангенс x болса, ана біреу ше. Мынаны u десек. Давайте, косинус x-ті u десек. Минус синус тең болады. Ой, dx бар ғой. Тең du. Мына бір минусымен кетіп қалады, ол е? В общем, үстіндегі синус x dx-тің орнына нені қоя саламыз сразу? Мынаны плюс қылдырып жібереміз да. Бүйтіп du-ді үстіне жазсам, астында u-дің несі болады? Квадраты болады. U-дің квадратын жаңағыдай u-дің минус 2 дәрежесі деп жазып жіберсем, неше шығады менде? Тангенс x қосылған. Мына неше болады? 1 бөлінген u болады, яғни 1 бөлінген косинус x плюс жоқ таңба бізде минус болып кетпей ма? қай жері? Потому что u минус 2 болады да, и минус бұл жерде алдым. Астында минус 1 түспей ма? Дұрыс. Егер минус болады, дұрыс. Болды.